Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін қызым екеуміз вафли жасаймыз. Оны менің анамның советский вафельницасынан жасаймыз. Мен оны өте бағалаймын. Вафлилар өте әдемі болып шығады, қазір көретін боласыздар. Ол үшін бізге көп нәрсе қажет емес, өте оңай. Яғни 4 жұмыртқа, 1 стакан, жарты стаканнан көбірек сахар, 200 граммдай май қажет болды. Бәрін миксермен араластырып, пыж-пыж етіп пісіріп алатын боламыз вафельницаға. Вафлитті балапандармен бірге құжынап жүріп әйтеуір пісіріп жатырмыз. Осындай өзім озвучка жасап отырып байқаймын, что постоянно қасымда қыжылдап шыбын сияқты жүреді екен, үшеу әйтеуір депші. Аллаға шүкір. Сол мен осындай бірдеңке пісірген кезде сразу заттарды, ыдыстарды орындарына қойып тастаған жақсы көремін, потому что шашылып, андай бір миымда шашылып бірдеңке болып кетеді. Сол үшін мысалы тамақ істердің алдында да мына ыдыс аяқтар жайылып тұрады ғой, енді кептіріліп, сол кезде сразу орындарына қойып, сосын ғана барып тамақ жасаймын. Сол достар, енді міне қазір менің дайын болды масса. Вафлинті да қызып тұр. Қазір енді сіздермен бірге вафлиді пісіретін боламын. Мен где-то 2 қасықтай саламын. Сол жетеді, әйтпесе ары қарай ағып кетуі мүмкін. Вафлилар енді өте дәмді болды. Есі де бүкіл үйге аңқып тұрды. Енді сүйіп жейміз, қалай жасаймыз. Сразу үйдегілер бала-шаға, күйеуім, өзім де жақсы көрем. Сразу жеп тастаймыз. Сол-ақ күні бітіп қалады. Бұның алдында біз не жедік, алма жедік. Енді мынандай, сосын кешкі ас болады. Иә, қызым? Кішкене ыстыққа кетпе. Ана немен берейін?
сияқты болды. Ну, тәтті болды, бірақ андай түрі, внешний виді ағырақ болған сияқты болатын. А бұл жолы прям жақсы шыққан сияқты меніңше. Сәлеметсіздер. Маман алма жасап жатыр. Қазір маман сауат істейді. Папа жұмысқа кетіп қалды. Қазір біз тапсырып аламыз. Пақандар бір сағат отыратын да қазір мегаға барамыз. Иә. Маған тапсырып алып беретін маман. Сөйтіп біз шай тамағымызды ішіп мегаға шықтық. Аспан қандай әдемі мына кадрда. Сол Бағанағы видеоны қызым түсірді. Мына кезде біз екеуіне бір машина алдық, прокатқа отырғызып шашып кетеді ғой бері жүрген кезде. Одан кейін Темірханға коляска алды, ала салдық прокатқа. Меганың осындай кіреберіс жерінде осылай тұрады, прокатқа берілетін жер. Сағатына 500 теңгеден бізге еще бір отбасыдан 3 бала деп 50% скидка жасады. В общем, күшті болды. Осымен біз бастадық. Мына жерде хэппи-лонға Құдай қаласа әкелеміз балдар деп ойлап отырмыз. Туған күн кезінде солай қыдыртқанға. Біз бұл жаққа енді бағана қызым айтып кеткенде алдыңғы кадрда біз қыстық киім қарауға келгенбіз. Жалпы не бар, алуға тұратын деп. Қазір көрсетем, одан кейін мұхитта өзіне жолдасым киім көрем ба деп, бірақ ештеңке алмады. Потом өзім жалғыз келіп алам дейді ғой.
бутиктерге кіріп мейірімге аяқ киім қарап жүргенбіз. Ал қыстың аяқ киімдерінің көбісі енді келіп жатыр екен. Көбінесе күздік, енді бізге тоже күздік керек болған. Сол немашта тәпішкесі нормально, енді кішкене қысқа болып қалған, содан алайық деп қарап жүрміз. В общем, достар біз аралап шаршап, қарындары ашып балалардың соларға қарап пицца алдық. Осындай фонтандар аралап отырдық. Пиццамызды жеп қайттық. Ертең тағыдан Хан Шатырдан көреміз. Негізі жақсы, иә, күздік аяқ киімдерге скидкалар болып жатыр екен. 40%, 70%. Жақсы. Бізде уже келесі күн біз Хан Шатырға келдік. Мен балалармен. Бұл жақтан енді біз детский мир деген бутиктан аламыз. Өте ұнады, качествосы жақсы, бағалары да қолжетімді. 3 баламен міне сол магазиннің ішінде жүрміз. В общем, біз киімдер алдық. Мына жерден мейірімнің аяқ киімі уже киіп. Ойламаңыздар, негізі балдар арасында жылап, Темірхан сөйтеді. Мына жерге отырам деп болды. Мына Хан Шатырдың ішіндегі 4-ші этажында осындай ойнайтын жер бар. Сол жерге кішкене карточка ақшаға салып, карточкаға ақшаны салып, осылай кішкене аз-маз ойнап қайтты. Тағы балаларға енді қызық болды. Кеткілерге мен әрең үйге сүйреп қайттым. Липан Динча, машина күшті екен, ғана қозғалады екен. Динча, супергерой! Қазір бітеді, күтетіңді. Ей, Динча, сындыр жермеші. Достар, сонымен біз не алдық? Міне, мынау мейірімге куртка. Поздний осень, қысқа да кие берсе болады. Басқа да мейірімнің өзінің шубасы бар. Мына өте жылы.
качествосы тамаша, ешқандай жіптер торчать етіп тұрған жоқ. Одан кейін мынандай шапочка, ну тоже қысқа да болады, күзге де болады. Мынандай қалың сым, типа баллонный. Енді Астананың қысына бұл өте жақсы. Качестволары өте ұнады. Бұны біз детский мир деген магазиннен алдық, үлкен. Одан кейін Темірхан балаға мынандай етік алдық. Томби деген фирманка. Қыстық 21 размер кетіп балам. Енді осыны киіп шығамыз, Құдай қаласа. Өте әдемі. Керемет. Одан кейін мынау Димашқа тоже мынандай шапочка. Шапочка 5000 теңге. И мынандай сым тоже. Детский мирдің. 7000 теңге. Мынау да 7000 теңге. В общем, мына өзін Димаштың алдыңғы жылы киген курткасы Остиннен алынған, өте качественный, скидкамен алған біз еще. Тамаша курточка. Осыны кие береді балам. Сол достар, міне осы киімді алдық. Одан кейін қазір тағы көрсетем. Тәпішке алған, мейірімнің етік алған болатын. Оны қазір мына жаққа салып қоям видеоны. Ол қазір развивашкаға кеткен, сол жаққа киіп кетті. В общем, осы киімдерді алдық деп сіздерге көрсетіп жатырмын. Рахмет. Міне мейірімнің етігі розовый, күздік, күшті, әдемі өзінде. Еще тағы да біз не аламыз? Мейірімге де Димашқа да қыстық етік қалды. И Темірханға шапочка алу қалды. Темірхан Димаштың несін ке тұрады пока. Комбинезоны бар оның и курткасы бар. Достар. Сонымен, короче, қыстық киімнің сыртқы киімдеріміз дайын. Рахмет достар, видеомыз соңына дейін жетті. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.